Қайырлы күн, Алтай Ньюс сайтының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге Балауса Мыңғызқызы мамыражай мамырдың ең өзекті, ең соңғы жаңалықтарын хабарлауға дайын. Шығыс Қазақстан облысында жауын-шашынның көп мөлшерде түсуіне байланысты Бұқтырма және Кіші Үлбі өзендерінде су деңгейі көтерілді. Салдарынан Алтай ауданындағы Зубовск кентінің тұрғындарына қауіп төнді. Облыс әкімі баспасөз қызметінің ақпаратына сүйенсек, 5 тұрғын үйді және 24 үйдің ауласын су басу мүмкін еді. Жергілікті атқарушы орган өкілдері жедел қимылдап, өзен жағалауын алдын ала нығайтты. Су тасқынына қарсы іс-шаралар дер кезінде жүргізілгендіктен қауіп сейілді. Төтенше жағдай департаменті берген мәлімет бойынша 17 аула су астында қалды. Оның 4-еуі бос ғимарат. Снегирева ауылында профилактикалық іс-шаралар аясында Бұқтырма өзенінің жағалауындағы бөгетті нығайту жұмыстары жүргізіліп, 250 дана қап төселді. Өскемендегі апатты жағдайда тұрған мектепке жөндеу басталды. Облыс орталығының Защита шағын ауданында орналасқан нөмірі 2-ші жалпы білім беретін мектепте күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Мектеп ғимараты әлде қашан апатты жағдайда деп танылған. Жобалық сметалық құжаттама мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін мердігерлер жұмысқа кірісті. Облыс әкімінің қолдауымен күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 163 миллион теңге бөлінген. Защита кентіндегі нөмір 2-ші мектеп көптен бері шешілмей келе жатқан күрделі мәселелердің бірі осы мектептің күрделі жөндеу жұмыстары болатын. Бұл мектептің қабырғасында біраз жарықшақтар пайда болып, осыдан 2 жыл бұрын жұмысты бастағанбыз. Одан кейін жоба жасадық. Ол жобамыз мемлекеттік сараптамадан өткен. Мемлекеттік сараптама өткеннен кейін биыл облыс басшылығының қолдауымен жөндеу жұмыстарына қаржы бөлініп, қазір мердігер компания осы жұмыстарды бастап кетті. Мақсат тамыздың 15-іне дейін, оқу жылының басталуына дейін осы күрделі жөндеудің барлығын аяқтап, балаларды өз мектептеріне қайтару. Бұнда 500-ге жуық бала білім алады. Қазір олар 22-ші мектепте сабақтарын жалғастырып жатыр. Біздің мақсатымыз осы тамыздың 15-шін бітіріп, 1-ші қыркүйекте балалар өз мектебіне келу керек. Бұнда қазіргі негізгі мәселе қандай? Бұл біздің жобалаушылардың тәжірибесіздігі, кейде білімдерін жетіспейтіні. Кез келген объектіні алған кезде, жобалаған кезде істейтін жұмыстарды кіргізбей, кейбір қосалқы жұмыстарға басымдық беріліп, солар кіреді. Ол мемлекеттік сараптамадан өтеді. Енді қазір бізге келіп тұр, мердігер компания мына жерде мына жұмыстарды істеуіміз керек, ал жобада ол жоқ деп. Сондықтан да біз қазір техникалық шешім шығаруымыз керек. Техникалық шешім ертең мына кісіге, мектептің басшылығына, мердігер компанияға сұрақ болмау үшін техникалық шешімдер комиссиямен істелу керек. Сол үшін кейбір жұмыстарды қосалқы, аса қажетсіз жұмыстарды кейінге шегеріп, керекті жұмыстарды істеуіміз керек. Алтай ауданында мас күйдегі тұрғындар автожолдардың бірін бөгенелермен бөгеп тастаған. Алтай қаласының 20 және 18 жастағы 2 тұрғыны әзіл үшін жолға қураған бұтақтарды жайып, бөренелерді қойып кеткен. Ауызша жауап алу кезінде олар осылай әзілдегісі келгендерін айтқан. Ер адамдардың бұзақылық жасау кезінде мас болғаны анықталды. Ұсақ бұзақылық үшін тәртіп бұзушылық жауапқа тартылды. Хабар соңында мамыр айының алғашқы 10 күндігінде ауа райының тұрақсыз болатынын ескертпекпіз. Жаңбыр жиілеп, кейде тіпті нөсерге айналады. Бұршақ жаууы да ықтимал. Найзағай ойнап, сыртта жел үдей түседі. Сондықтан да жылы киініп жүріңіздер. Сырттағы ауа райы қандай болса да көңіл күйіміз көтеріңкі болсын. Бізге тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.